Мен саған ойын ойнап шаршап кеттім бар ғой. Так жарайды түсейінші. Так бүгін мен саған күн дейтін. Бүгін ауа райы нормальный болып тұр екен бар ғой. Достар күн ыстық тап кетті ше. Так барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Моля. Қалайсыңдар достар? Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі бөлімде біз яғни қараңыздар күн дейтін бүгін бізде 30 градус болып тұр екен. Яғни достар, бүгінгі бөлімде біз далада жүріп шығып жүруге болады. Сіздерде достар күн қанша градус болып тұр? Пікірге жаза кетіңіздер. Ыстық болып кетті күн достар. Так, жарайды. Мен достар компьютер ойнап шаршап кеттім бар ғой бүгін. Так, бүгін мен бір өзімнің заданиямды орындағым келіп тұр. Яғни мен достар жетелге жұмыс істеп жүрмін ғой, білесіздер ғой. Сол жетелге мен қарыз болып қалған едім. Яғни 64 стак ақша жинадым мен, яғни изумруд жинадым да. И сол қазір жетелге өзіне қайтарып беретін боламын достар. Так, сіздерге көп рахмет достар, лайк басып тіркеліп жатқандарыңызға. Бізде уже 2000 подписчикке өте аз қалды достар, сондықтан бәріміз тіркеліп лайк басуды ұмытпайық достар. Давайте бәріміз 2000 подписчикке бірге жетейік. Так, жарайды достар. Қазір мен жетелге барып қайтайын. Жетел қайда екен? Так. Так, бұл емес. Жетелдің түрін жаттап алғанмын ғой ол дейтін. Так, мен достар оған 64 изумруд қарыз едім бар ғой. Так, үйінде ме екен? Жоқ, үйінде емес екен. Жетел. Достар, кім шығып отыр? Достар, неяқта не болып отыр? Жеңгемдер құтқар! Моля! Жетел қалай түспей кетсің бұяққа? Білмеймін, бізді құтқару! Шынды, не болды? Біз өлемін сұқталып отырмын, өлемінде оймен айтыдан ағыламыз, өлеміз ғой қазір бізді. Шынды өлген нес? Мен аяқта лестница жатыр екен ғой? Как раз на жерден лестницамен шығып кетсей? Ма. Қаз. Мәссаған. Достар, ойлаңыздар, жетел қалай болып құдыққа түсіп кетіп жүр? Құдыққа түсіп кеткен достарына қараңыздар. Моля, сен мені құтқардың ғой. Ана артын қарасай, жетел қарасай. Ана қара көріпсің ба? Бізді құтқарды ғой кәдімгідей, сен бізді құтқардың ғой, қарасай, білмеймін ғой, көрсін ақтан келе жатамыз ғой, тұрамыз бағып түсіп кетеміз ғой, қолымнан бар ғой, анау не түсіп кетті ғой қолымнан, ұстай алмай қалдым лестницаны. Баспалдақпаны ма? Мен как раз сені таба алмай жүр едім ғой, жетел. Мен саған білесің ба 64 изумруд қарыз едім ғой. Қоя, керек емес ақша, сен мен құтқарғаның үшін ғой, сол ақша саған қоя бер. Моля ше. Олды жетел болды, нормально. Өмір сүріңдер, даже өмір сүре бересіңдер, өйтіп не істемеңдер. Так, саған 64 сакмен қарызымды қайттан саған берейін. Көп рахмет қарыз бергеніңе. Енді мен қарыз алмаймын деп ойлаймын сенен. Ақшам, енді жұмыс істеп жүрмін ғой. Сен бізді құтқарғаның үшін рахмет саған кәдімгідей бар ғой. Благодарю тебе. Хотя бар ғой, бұл жаққа түссік ештеңе болмайды шығар, хотя, вообще-то өлмейміз ғой біз деген, секір. Өмір сүре беріңдер, дәші қалаған нәрселеріңді жазаңдар, жетел. Мақтысыңдар ғой сендер. Қалаған нәрсені жасап өмір сүру керек, жетелдер, Да? Солай ма? Жетел, кеттік. Кеттік. Емен жүріңдер. Так, жарайды достар. Достар, ойлаңыздар, қалай құдыққа түсіп кетіп жүр бұл жетелдер вообще аңғарыңыздар, үшеуі жүрсем. Так, жарайды достар. Мен қазір үйімнің ретін реттеп қояйын достар. Мен қазір мына үйге уақытша көшкен болатынмын. Қараңыздар, кішкене удобный болу үшін. Яғни мен
мониторларым сыймайды мына жерге компьютерімді дұрыс қою үшін. Иә, достар, так, мен мына жерде алмаздарым осындай достар, менде алмаз бар, яғни қаш ана жерге, қаш. Так, алмаздар бар екен жақта, иә. Так, мынау алмаз, осы маған жетеді. Не жындысың ғой, 64 изумруд бар екен. Онда ойын. Менің жинаған изумрудым ғой. Мен неге алып жатсың оны? Қайдағы изумруды? Естімедім. Бұл біз бірақ жалғыз өмір сүреміз, саған ақшаның керегі жоқ. Жын. Давай сындырды. Кеттік. Сындырма. Кет. Ена кімнің огороды, жетелдер, ал яқтан ане? Кімнің огород науы? Маған қағаз керегет нау бар ғой. Не? Жатсың сен жетел. Жынды кенсің ғой, неге өйтіп сен жатсың? Менің изумрудымды қайтар, мен саған өзіңнің 64 алмазыңды, изумрудыңды қайтардым ғой. Менің 64 изумрудымды неге алдың? Мен қанша күн бойы жұмыс істедім. Мен қанша күн бойы жұмыс істедім. Сен саған таза бар ғой, қазір мен телефонын шығарам да полицияға жазам осы видеоны бар. Ой, біз бар ғой, бір арет өмір сүреміз, мен қорықпайын полициядан, тем более, түсінің ба? 64 изумруд маған... Ондай мағынада айтқан жоқпын ғой, мен саған жетелмет сен түсінбейді. Қойшы, нау, көрін. Короче, 64 штук изумруд саған қарағанда маған көбірек керек, түсінің ба? Давай, кеттігі. Нақты бірдеңе тонаяқты, не бар нақты? Достар, мыналар менің нервыма тиіп бітті. Достар, ойлаңыздар, мен бұған өмір сүріңдер, жақсы өмір сүріңдер, қалағандарын жасаңдар десем, бұл топас шетелдерін түсініп алып. Осы секірем қазір. Так. Секірем қазір. Секірме. Не? Неғып секірмейм? Болмайды ондай нәрсе жасауға, секірме. Не үшін болмайды? Сол. Өзің өміріңді құртасың ғой, сен білесің ба? Брат, өмір сүреміз қоңыз. Ничего, адреналин, брат, өмір сүреміз біз. Опа! Достар, мына жетелдер үйге кірем мен бар ғой, что-то. Уже мен температурам көтеріліп бастап жатыр бар ғой, достар. Сән қараңыздар, менің вообще нелерім қалмады, алмаздарым, менің изумрудтарымды алып кетті, достар. Менің кіруге рұқсатың жоқ сенің. Мен рұқсатым бар. Так, саған компьютердің не керегі бар, Саған компьютердің не керегі бар? Жоқ. Саған бұл вообще не керегі бар? Саған керегі жоқ бұл? Болмаса компьютерге тиіспеші, мен бұл компьютермен видео түсірем ғой. Жедел. Бұл компьютермен видео түсірем, шық үйімнен. Не түсіресің? Шық деймін. Видео түсірем. Жынды. Компьютер дейсің ба? Бұл қанша изумрудқа алғансың сен? Қанша изумрудқа алғансың сен бұны? Мен бұны дейтін 3 стак изумрудқа алғанмын. Қаншама бойы жұмыс істеп. Прибилен десең я? Сен ұялмайсың ба қызға сондай нәрсе істеуге? Жетелме, сен құтқардың ғой, вообще-то. Не істедің? Так. Неңді ұшып отыр. Не істедің мені? Мен сен байлап тастадым мен, давай, моля. Достар, мен қозғала алмай қалдым. Так, достар, мен байлап тастаған сияқты. Саған. Достар, мен қазір күте тұрыңыздар, дұрыстап қозғалайын. Ойлаңыздар, қозғала алмай қалдым. Мына жетелдер вообще. Саған, достар, бұларды қалай жазалау керек, достар, маңыраңыздар. Мен обычный жетелдерге пранк жасап жазалап едім, бұл жолы мені жазалағандай болып, бірақ мен бұларға ештеңе жасамаған сияқты едім ғой, достар. Так, қазір мен мына жерден дұрыстап шығып алайын. Содан кейін, достар, көретін боламыз. Әзірше мен видеомды аяқтаймын, достар. Бүгін білдім, мүлдем настроение болмады, достар. Кешіріңіздер, если что, жетелдің бұндай қылығы неге бұндай маған түсіп қалғанын түсінбедім, мүлде. Достар, қазір мен мына арқаннан шығып алайын, қолымды босатайын, содан кейін, достар, жетелмен өзім сөйлесетін боламын лично. Достар, видеоға лайк басып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар, достар. Давайте тіркеліп кетейік. Келесі бөлімде көріскенше, достар, сау болыңыздар.